Сәлем достар, қазақтың хандарымен таныстыруды жалғастырамыз. Салқам Жәңгір хан, Есім ханның ұлы. Қазақ хандығын 1643-1652 жылдары билеген. Ол көрнекті мемлекет қайраткері және көрнекті қолбасшы болды. Сауатты әскери тактиканың арқасында Жәңгір хан тұсында жоңғарлар көп әскерінен айырылды. 1643-1644 жылдардағы шайқаста жеңіліске ұшыраған Ердени Батур садақшыларына Жәңгір ханды өлтіруді тапсырды. Нәтижесінде Жәңгір хан қаза болды. Оның сіңірген еңбегі бағаланып, Жәңгір хан Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанында жерленді.